Қайынсіңілім қайнапаларым келсе бөлмемді ақтарып кетеді. Екінші бөлім. Алдыңғы бөлімде комментарийларды көріп шок болдым десем болады. Бірақ негізі көбісі бұл қайынсіңілім қайнапаларым келсе бөлмемді ақтарып кетеді дегенге мені өзімді айтып жатыр деп ойлап қалған екен көбісі. Жоқ қыздар, мен басқа қыздың өмірін айтып жатырмын, ол қыздың маған айтқанын сіздерге жеткізіп жатырмын да. Дұрыс па, бұрыс па, сол жағын сіздерден сұрайын дегенмін. Бірақ негізі көбісі мен айтып жатыр деп комментарийларды оқысам, не деген дух оны айтып жатқан деп көбісі айтып жатыр. Бірақ енді ондай духым жоқ деп қояйын ба. Духың болсын болмасын, бірақ енді шындық әңгіме ғой. Ол келіннің бөлмесін ақтару деген ол вообще айта алмаймын енді қалай не істеу керек екенін. Енді тағы комментарий қазір ойларыңызды қалдырып ұрсасыздар ғой. Комментарийдің ішіндегі мынау менің көзіме түскен комментарийлардың бірі. Мен негізі ондай әңгімені естіп жүрмін. Кроватымызға келіп жатып алады, кроватымызға отырады, күндіз-түні кроватымызда жатады, езіп жатады деген сияқты. Мұндай әңгімелерді жиі естимін. Қыздар, неужели өзіңіздің комнатаңызды есігін жауып қоюға болмайды? Үйленгеніңізге 10 жыл немесе одан да көп, 30 жыл, 40 жыл, қанша жыл өмір бақи болсаңыз да, комнатаңызға кіргізбек түгілі кроватыңызға отырғызуға болмайды. Неужели сол отырған адам мына меймен ойламайды? Мына мен ерлі-зайыптылардың бөлмесіне кірдім ғой, мен затын ұстамайын, қой ұят болады деген сонда түйсіктеріңізде болмай ма? Мен түсінбеймін ондай адамды. Қарапайым былай ойлайтын болсақ, бесікте жатқан баланың сіз бесігіне барып жатып алмайсыз ғой. Ол бесік киелі дейсіз, иә? Сол секілді бұл да ерлі-зайыптылардың киелі үйі, үйшігі, яғни бесігі. Бұл да екі жастың киелі бесігі. Сондықтан ақылдарыңыз бар ғой, ондай әрекетке бармаңыздар. Ондай әрекетке білмеймін енді кім жақтырады деп ойлайсыз. Өз басым жақтырмаймын. Өз басым үйге қонақ келетін кезде бөлменің есігін жауып қоямын, немесе құлтап қоямын. Өйткені менің өзімнің ішінде, может, бөлмем шашылып жатқан шығар, көруге болмайтын заттар бар шығар. Сол секілді сіз де бөлмеңізді жауып құлтап қойыңыз, немесе әшейін жауып қойыңыз. Енді осы жайлы өзіңіздің ой пікіріңізді қалдырыңыз.